nada na cena, chegamos e pum. Tipo tatuagem, nós já te marcou. Cês só querem treta e eu só tenho flow. Tamo mais hypado do que o Jon Snow. Se tua zaga é forte, nós tem o coaching. É pequeno, caralho, eu sou o dadinho. Te destruo fácil igual soldadinho. Fazer o que tu não faz não me torna vendido. Иә достар, видео бастамастан бұрын сендерге бір өтініш жасайын деп отырмын. Мен инстаграмға тіркеп кетулеріңді сұраймын. instagram.com Мерфиден жазсаңдар шығады. Птичка алып, собачка болса Мерфиден жазсаңдар да шығады. Білесіңдер, подписаться етесіңдер, қиындығы жоқ. Тікелей эфир болады, видеоның обрезкаларын саламын. Тікелей эфир болады, сөйлесеміз. Пожалуйста, осқой жүрмеңдер дейсің. Саламатсыздар достар, тіркеліңдер. Рахмет. Ассалаумағалейкум достар, және де құрметті подписчиктер, сіздермен бірге Мерфидсің. Иә достар, білем таңғалып атқан боларсыңдар. Видео салыпты ма Мерфидсің деп. Иә достар, білем көп болды мен видео салмағаныма. Негізі басты сұрақ келіп отқан нәрсе, көптен сұрақ келді маған осы GTA 5-ті қайдан жазады, қалай жазады, тағандай еді, қаншадан сатып алуға болады, ссылкасын жіберші деген сұрақтар келді. Жалпы Steam'нан сатып алуға болады, қателеспесем, ондай қымбат емес, бір рубльмен есептегенде 500 мыңдай болатын болар где-то. Ну, примерно болғанда мен де білмеймін точно. Жалпы лицензия алсаңдар деген оған. Пиратка жазып алам десеңдер, пират жазам десеңдер, онда маған жазуларың болады. Мен ссылкасын жақтырайын, пираттың қайдан жазатынын. Жалпы білмеймін, мен лицензия алуға болады негізі, бірақ білмеймін, өзім алмас едім жалпы деп ойлаймын. Так, двигатель. Так, когда старт тюнинга етіп чек, да? Сосын барып. Так. Иә достар, жалпы алып керек емес деп ойлаймын мен лицензияны. Не стоит бостан босқа. Қайдан жазу керек болатын болса, мен торренттен беремін, ссылкасын жазыңдар. Қаласыңдар описанияға тат. Мынау қайда деп жатыр? Көке. Молодец. Описанияға тастап кетейін, ссылкасын керек болсаңдар. Тағы да сұрақтар қойылған маған есіме түсірейін қазір. GTA 5 түсіршіш деген көп сұрақ келді. Достар, мен де GTA 5 лағайды деді. Не себепті десеңдер, мен сендерге жауап берейін. Біріншіден бұрында түсіргенде мен ноутбукке түсірген болатын. Онда камен i7 болды. Оперативка 8 гигабайтта. Видеокарта 1 гигабайт па, 2 гигабайт па, сондай болды. Қателеспесем. Ал қазіргі ойнап отқанда мен ол рабочий компьютер. Қазіргі ойнап отқаным ол рабочий компьютер. Бұнда i3 тұр, камен. Оперативка 4 гигабайт тұр. Бірақ видеокарта қатты GTX 1050 Ti Gaming P1 дейін ба, Z1 дейін ба деген. Сондай түрі тұрған. Жалпы сол оперативка азын кесірінен пока оның алатын ақша жоқ. Ақша жоқ. Сендер таңдап жасамайсыңдар бәрі дейсің. В общем, сол үшін түсіре алмай жүрмін достар шынында. Тағы не айтайын. Көп айтылып жатыр маған комментарий.
бұғау сөздер айтылып жатыр, зайбалсың, анау айдай алмайсың машинаны деген сөздер көп кетіп жатыр, қарап отырамын. Жалпы енді ондай критиканы мен қабылдап білемін, оны үйренген адам вообще. Бірақ тазасына келсек, мен ол кезде бірінші түсірген болатын, и онда да лаги болатын, қателеспесем, соның кесірінен болу керек. Сосын көп сіздерден кешірім сұрайын деп отырған жерім, сендер қойған сұрақтарың, неге боқтай бересің, неге бұғау сөйлей бересің. Достар, жалпы негізі мен каналды плюс 18 қылып алғым келді, чтобы бәрі естественно болу үшін да, бәрі ашық болу үшін деп ойладым. Бірақ енді бұл сөз көп айтылып кеткен байқадым. Комментарий жазған болатын, мен тырысам айту боқтамауға деп. Енді көріп отқандарыңдай қазір бұғаусыз сөйлеп үйреніп жүрмін деп айтуға болады. Результат жақсы деп те шығуға болады. Жалпы солай достар. Жалпы стрим жасаймын негізі. Бірақ қай ойын жасаймын, точно білмеймін. Dota 2-ге жасаймын, база жоқ болады. Бірақ сендерден просмотр жоқ, Dota-ны көп ойнамайсыңдар. Қай ойынға жазайын стрим, маған комментарийға жазыңдар достар, күтем. Стримді донат жасаймын десеңдер, опять риза болам. Чем тез жасағаннан тезгіде опять көп түсірем деп. Жалпы көп адамдар бір нәрсе сұрағанда ұнатпаймын негізі. Сол себепті жалпы донат жасағым, қайда донат? Жалпы стрим жасағым келеді. Бірақ қай ойын айтайын білмеймін, Dota 2 жасаймын. Пайда самыққа жасаймын ба деген ойбай, или Counter-Strike'қа деген. Егерде комментарий жазып кетерсіңдер, қай ойынға жасайын. Стрим хорошо. Күтем. Тағы да кейінде отқан нәрсем. Жалпы мен GTA 5-ға түсірген себебім, мен негізі бұл жерде мен көп нәрсені көрсетуім керек болды, сендерге тюнинг жасауым керек. Даған испытаниялар болды, анда жасайтын. Бірақ көріп отқандарымда лагиге байланысты көрдіңдер ғой. Мен өзіме де комфорт еді, жақсы өзім бірден шыдарымда. Сендерге комфорт емес тау қарап отқанда, сол себепті мен оны істемейтін шештім. Лучше просто болса да самыққа барып түсірейін. Әйтеуір лагать етпейді ғой деймін ғой. Жалпы солай. Бір сөз айтқанда сондай мен жағдайым. Жалпы барынша тырысам видеоны тез салуға, бірақ енді өздерің көріп отқандай достар. Жалпы компьютерді улучшыту керек, оперативкасын бар, камин жасауым керек. Мін көріңдер достар, көріңдер, өздері айтып шықты. Лагиді көріңдер ма достар? Менің жоқ. Жүріп кетті да валиді. Братан, айып етпейін. Не дейміз мен, әңгіме етіп жатырмын ғой. Қате аяқ астан енді, көнесің дағы. Мындай машин болса да. Жалпы айтып не етіп жатыр едім, бағана ұмытып қалдым ғой даже. Есім түсіре алмадым ақырында. Жалпы сол достар, самыққа түсірем. Может самыққа, и может Counter-Strike'қа да стрим жасайтын да болар, может быть, мүмкін ол да. Мүмкін нәрселер да. Бірақ қазір мен The Forest деген ойынға түсіретін боларым деп отырмын, летсплейімді. Жалпы сол ойымда негізінде. Шығарам ертең көресіңдер. Сосын достар, мен инстаграмға жазылып кетіңдер. Инстаграм обычный инстаграм, сосын поисқа Мёрфидзін жазасыңдар, шығады. Просто инстаграмға неге жазылуларыңыз сұрап отырған себебім деп айтайын. Онда инстаграмда көп отырам мен, сол именно соған. Что
ответтер секундта келет деп те айтуға, секунд емес, минутта келет деп айтуға болады. Сосын мен ұсқынды қандай түрлі көрсетіп жүрген адамдар болатын болса, инстаграмға жазылыңдар, сонда көресіңдер кім екенімді. Даже не знаю, что я буду говорить всем этим, которые симулируют плавком. В общем, сообщение келіп жатыр, Джек сол инстаграмға жазылыңдар, сонда мен тікелей эфир жүргіземін. Сосын тікелей эфир сұрақтарын қоясыңдар, тікелей сол жерден жауап берем. Әңгіме құрамыз, может, алда бір ойнайтын ойынды ма, бірдеңені ақылдасам. В общем, көп қой негізі подписчикпен. Көрдіңдер ғой достар, лагерді көріпсіңдер ма? Именно ренжімен көрдіңді лагердің кесерінен сол болатын просто. Жалпы достар, солай инстаграмға жазылыңдар. Айтпақшы, не айтайын отыр едім сендерге достар. Блог бастайын ба деп ойлап жүрген ойымда бар, енді көрем, бірақ блогты бастайын ба, бастамайын ба. Жалпы қатып отыр достар, көрдіңіздер. Жақсы достар, осымен аяқтайық. Негізі бір шама айтады әңгімем бар еді. Потом бірдеңе айтарым. Лагерді көріпсіңдер, маған ұнатпаймын. Достар, рахмет көп. Алтын уақыттарын бөліп қарағандарыңа. Не ойыннан түсірейін, қай ойынға стрим жасайын, комментарияға жазыңдар, лайк басыңдар, колокольчикті ұмытпаңдар, және де каналға тіркеліңдер достар. Сау болыңдар.